Поминовалась деп шықты ма? Міне. Қырған адам кіргізбесе ме? Комментарийді өшіре тұрайық. Қалай комментарий өшірем? Ты где штучка такое? Өшірді ма комментарий? Болды. Так, достар, қалайсыздар? Эфирге шықпағалы көп болған екен. Сәл бір-екі минут күтейік. Бұл эфирде не нәрсе айтыватын, пока таныстыра берейін, Бүгін сұрақ жауап болды. То есть бүгін дегенде кеше болған, вторник күні. Сол сұраққа ішінде біраз сұрақ бар екен. Талқылайтындай. Бұйырса сол сұрақтарды талқылаймыз. Как раз көп студенттердің осы күзгі магистратураға байланысты сұрақтары өте көп екен. Одан кейін барып, кәдімгі магистратураға сұрақтары өте көп екен. Соның барлығын бұйырса талқылаймыз. Так что 1-2 минут маған дайындап алыңыздар. Любой сұрақ бүгін жауап береміз. Так, мен алдын ала қазір ашып қоятын сұрақтарым бар, который біздің осы студенттер, курста оқып жатқан студенттердің қойып жатқан сұрақтары. Соны жауап береміз. Потом барып сіздердің директерде, комментарий, кеше жаңағы нелерге қойып қойыпсыздар, стикерге сұрақтар қойыпсыздар, солардың барлығына жауап береміз. Кейін барып бұйырса осы эфир барысында отырған студенттердің де сұрақтарына жауап беретін боламыз. Так, мен ашып қояйын. Так, и так, все. Сұрақтарды ашып қойдым. Так, достар, мен комментарийді өшіре тұрдым. Или, возможно, комментарий адам көп емес екен, егер тым көп болса, ашып қоя берем. Так, все. Енді комментарийді барлығы естіліп жатыр ма? Дауысым естіліп жатса, көрініп тұрсам, плюс қалдырып кетейік. Просто плюс деп. Мен сіздерге бұйырса жауап берем. Так, қараңыздар. Бізде неше түрлі сұрақтар бар екен. Сол сұрақтарға мен бірінші жауап берейін. Бірінші, кешенді тестілеу қалай болады деген сұрақ. То есть, мына жаққа кеше не ашып қойғанбыз, стикер ашқанбыз, сол жаққа студенттер сұрақ қойыпты. Кешенді тестілеу қалай болады? Яғни, магистратураның емтиханы қалай болады деген сұрақ. Қараңыздар, барлығымыз мақсатымыз грантқа түсу. Осы грантқа түсу үшін біз міндетті түрде конкурсқа қатысу керекпіз. Конкурсқа қатысу үшін бізге шекті балл жинау керекпіз. Шекті балл бізде ғылыми педагогикалық деген бағыт бар магистратурада, содан 75 балл, ал бейінді бағыт дегенге 30 балл. Осы балл жинасаңыздар, бұйырса сіздер конкурсқа қатысасыздар. Енді осы 75 балл деген жинау үшін сіздер емтихан тапсырасыздар. Осы емтихан қалай өтіледі? Барлықтарыңыз магистратура кім платныйға, грантқа да тапсыратын болсаңыздар, бүткіл мамандық бойынша бізде толық былай айтқан кезде міндетті пәндер бар. Ағылшын, ТГО, одан кейін барып бейінді пәндер бар, яғни спец пәндер деп айтамыз. Спец пәндер әрқайсында әртүрлі. Мысалы, мына жақта 40 мамандық болуы мүмкін, солардың әрқайсысы әртүрлі мамандық бойынша тапсырады. Bir türlü sұрақтар екен шығар. Алдын ала айтпаған ба?
Нақты стикердің сұрақтарын көре аламын екен. Так, достар, негізі алдына сұрақтар алып келіп едім, бірақ что-то бұл сұрақтар андай өте қарапайым, бір қызықсыз сұрақтар екен да. Давайте параллельно осы сұрақтарды талқылаймыз, егер арасын қызықтар шықса, плюс еще сіздердің сұрақтарыңыз, да? Мынандай сұрақ қойыпты. Егер ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болса, тек қана ТГО тесті тапсырамыз ба? Давайте қарапайым бір тілмен қайттан бір түсіндіріп шығайын. Мына жақта барлықтарымыз магистратура тапсыратын болсақ, сіздерде бірінші міндетті пән ағылшын тілі болады. Барлық пән ағылшын тілі. Ағылшын тілінің өзі бізге үшке бөлінеді. Лексика, грамматика бөлімі, тыңдалым бөлімі және оқылым бөлімі деп. Одан кейін бар бізде екінші міндетті пән бар, ол ТГО деген. ТГО бізде тоже екіге бөлінеді, ол сыни ойлау және аналитика ойлау. Одан кейін барып әркімде әртүрлі ол қандай мамандық, ол бейінді пәндер. Бізде магистратурада екі бейіндік пән бойынша тапсырасыздар. Бірінші бейіндік пән әркімде әртүрлі, екінші бейіндік пән тоже әркімде әртүрлі. Жалпы айтқан кезде магистратурада 150-ге жуық мамандық бар. Барлығының ортақ пәндері ағылшын мен ТГО, ал бейінді пәндер, яғни спец пәндер әрқайсында әртүрлі. Оны қазір мен айта алмаймын, сенікі мынау деп, өйткені өте көп. 300-ге жуық пән бар. 150-ге жуық мамандық, әрқайсынан екеуінен 300-ге жуық пән бар. Енді қысқы тест қашан басталады дейді. Қараңыздар, күзгі магистратура бар, оның уақыттарын қазірге бір айтып шайыншы жеке-жеке. Так. Уақыттарын айтайық. Так, бізде күзгі магистратура айтайын деп отыр уақыттарын. Күзгі магистратураның бұйырса тіркелу, регистрация 28 қазан мен 10 қараша аралығында болады. Яғни 28 октябрь мен 10 ноябрь аралығында бізде не шығады екен, уақыт даталар, то есть тіркелу болады. Осы 28 октябрь және 10 ноябрь аралығында. Одан кейін барып бізде емтиханның күні қашан, қай жерде, қалай болады деген нәрсе 13 ноябрьде белгілі болады. 13 ноябрьде. Яғни есептеңіздер, қазір осы уақыттан кейін қанша уақыт бар. Қазір бізде уже почти бір ай бар. Бір айдан кейін уже несейді емтиханның қашан, қай жерде болатыны уже белгілі болады. Одан кейін барып емтиханның өзі осы күзгі магистратурада 18 ноябрь мен 1 желтоқсан аралығында өтіп кетеді. Көрдіңіздер ғой? То есть сіздерде небәрі 2 ай уақыт бар. Дәл қазірден сансақ 2 ай уақыт бар. Одан кейін барып сіздерде уже құжат қабылдау, яғни грантқа түсу үшін конкурс болады. Ол 9 бен 13 желтоқсан аралығында болады. И нәтижесі бұйырса 25 желтоқсанға дейін өтіліп кетеді. И бұйырса уже жаңа оқу орнына сіздер 26 желтоқсан мен 10 қаңтар аралығында документтеріңізді несейсіздер университеттерге барып тапсырасыздар. Осындай даталар бар екен. Бұл күзгі магистратура. Хорошо? Так, осы жерде айтып кетейін. Сіздердің жазда жинаған сертификаттарыңыз кейбір студенттер сұрауы мүмкін. Мен жазда тапсырдым, допустим, 100 балл жинадым. Енді сол баллмен қайта тапсырмай, осы күзгі магистратураға қатыса аламын ба деп сұрауы мүмкін. Ондай болмайды, потому что сіздердің сертификаттарыңыз 1 желтоқсанға дейін ғана жарамды. Ал бізде конкурс 9 желтоқсан мен 13 желтоқсан аралығында өтіледі. Яғни конкурсқа дейін сіздердің сертификаттардың жарамдылық мерзімі өтіп кетеді. Сол үшін сіздерге по-любому күзгі магистратураға қайтадан емтихан тапсырып, қайтадан конкурсқа сол свежий сертификатпен кіру керек. Хорошо? Так, НКТ тесті нешесі болады дейді, оны білмеймін.
Ол маған қатысы жоқ. Мен тек қана магистратураның сұрақтарын ғана айта аламын сіздерге. Так, бүйтейікші достар, комментарийді өшірейін да. Мына жаққа вопросы деген бөлім жасайын. Вопросы. Мына жақта шықты ма? Вопрос қойға болатындай. Так, астына вопрос қоя алатындай қылып жасап қойыңызшы. Потому что сол жаққа сұрақтарыңызды қойсаңыздар, мен сұрақтарыңызды не істеймін? Талқылаймын. Хорошо? Так, мынандай сұрақ қойған екен. Тест-центр дейді. Тест-центр. Грант бөлмеуде мүмкін бе дейді қысқы магистратураға. Енді давайте мен қысқы магистратурада қалай өтілетін жалпы ақпарат берейін. Бұйырса, қысқы күзгі деп айтайық, әркім әртүрлі айтайды. Мен күзгі деп айтайын, потому что емтихан негізі күзде болады. Қараңыздар, күзгі магистратурада жазда артып қалған гранттар ойнатылады. Бірінші очередь сол. Екіншіден, тест-центр, яғни ОТО не істейді? Қосымша гранттарды бөліну мүмкін. Мүмкін, барлық мамандықтарға емес, кейбір мамандықтарға бөледі. Кейбір мамандықтарда жазда артып қалған болса да, ол гранттарды алып қояды да, былай айтқан кезде кейбір мамандықтарға сол гранттарды бөліп береді. То есть, күзгі магистратурада бізде жазда артылған гранттар ойнатылады, жазда кейбір мамандықтарға грант артылды, кейбіреуіне артылмады. Плюс еще қосымша гранттарда бөлінеді. Оны қаншан шығатынын мен точно айта алмаймын. То есть қанша грант бөлінеді деп, ол бұйырса 13 ноябрь, яғни 13 ноябрьлерге таман точно не шығады. Айтқан кезде саны шығады. Яғни кейбір студенттер айтқан кезде регистрация жасап қою мүмкін, бірақ оның мамандығына грант бөлінбей қалуы мүмкін. Или наоборот, ойлап тұрады, мен жаздан мен мамандығын грант артылды, мен точно грантқа түсе аламын дейді да, сөйтіп регистрация жасайды. Регистрациядан кейін нақты сандар шығады. Қай мамандыққа грант бөлінді, бөлінбеді деген сияқты, қанша бөлінді. Солардың барлығы шыққаннан кейін, оказывается, жазда артылған мамандықтарда грант тупо бөлінбей қояды. Яғни ОТО өз шешеді. Кейбір мамандықтарға қосымша грант бөлінеді, кейбір мамандықтардан наоборот артылған гранттарын алып тастайды. Осындай нәрсе бар. Хорошо? Так что осындай сұрақтар бар. Так, қайталап айтамын, мына жақта сіздердің сұрақтарыңызды, плюс еще өзімнің арнайы сұрақтарым бар, соларды параллельно талқылап отырамыз. Так, қараңыздар. Мына жақта сұрақ қойған екен, биология мұғалімдікке қанша балмен грантқа түсуге болады? Оған қанша грант бөледі дейді. Так, менде бір файл бар. Соны ашайын. Так. Бір минут. Бір минут, достар. Соны ашып алайын, а то шатасып кетем. Так, қараңыздар. Бізде магистратурада 150-ге жуық мамандық бар. И соның ішінде мен кеше статистика шығарамын, топ 60 мамандық бар екен, который конкуренция өте жоғары. И осы биология мұғалімдігіне конкуренция өте жоғары. Мен қазір айтайын. Қараңыздар, биология М04, биология педагогтарын даярлау деген мамандыққа жылына 280 грант ғылыми педагогикалық бағытқа бөлінеді. Плюс еще 10 грант бейінді бағытқа бөлінеді. Жылына осы мамандыққа 1475 адам тапсырады, кәдімгі тапсырады. И 1475 адам тапсырған кезде грант өту балы 87 балға көтеріп кетеді. То есть, қарап отырсақ, 150 балдан 87 бал, андай, супер бір конкуренция мощный деп айта алмайсың, бірақ қаншама адамдар грантқа түсе алмай қалып жатады. То есть, бұл топ 60 конкуренциясы жоғары мамандықтың қатарына кіретін мамандық болып саналады биология. Хорошо? Так что, осындай статистикалар бар. Так, кеттік. Келесі сұрақ, мына жақта сразу алып тастайын.
Так, қараңыздар. Бір кісі сұрақ қойған екен, егер де мен күзгі магистратураға регистрация жасап қойсам, бірақ менің мамандығыма грант бөлінбей қалса дейді. Мен мамандығына грант бөлінбей қалса. Ал ол ойлап тұр, жазда там мамандығына грант бөлінді деген сияқты. Сөйтіп күзгі магистратура регистрация жасады, грант бөлінеді деген сияқты үмітпен. Бірақ нәтиже шыққан кезде оның мамандығына оказывается грант бөлінбей қалды. Вот осы кезде не болады? Осы кезде, кажется, менің білуімше, белгілі бір уақыт бар. Сол уақытқа дейін сіздер отказ бере аласыздар, сіздер мамандықтарыңызды ауыстыра аласыздар деген сияқты белгілі бір уақыт болады. Мен қазір точно ұмытып тұрмын қай уақыт екенін. Вот сол кезде сіздер не істей аласыздар? Либо мамандықтарыңызды ауыстыра аласыздар, который грант бар мамандыққа, либо сіздер не істейсіздер? Отказ бере аласыздар. Отказ берген кезде ақша қанша уақытта қайтарылады мен білмеймін точносын, потому что өз жағдайымда болмаған. Бірақ ақшаны қайтарады. Бірақ қашан и қалай? Возможно, сіздерге жаңағындай тест-центрге өтініш жазу керек, сол кезде белгілі бір уақыттан кейін сіздердің ақшаларыңыз қайтаруы мүмкін. Хорошо, осындай ақпарат. Пока что мен нақты даталарын білмейді екенмін. Так, қараңыздар, дефектология мамандығын грант қалыпты ма дейді. Осы күзгі магистратураға примерно 90-ға жуық мамандықта грант бар, ол жаздан артып қалғандар. Қалған мамандықтарда грант жаздан артылмады, бірақ оларға қосымша грант бөлінуі мүмкін. Енді нақты санын мен қазір бүйтіп айтсам, ол ертең олай болып шықпаса, то есть сіздер келесіздер маған кінәлайсыздар. Сол үшін мен былай айтайын, ертең бұйырса 13 ноябрьға таман уже нақты саны шығады. Типа осы мамандықтарға грант бөлінді, осыларға бөлінбеді деген сияқты. Өйткені күзгі магистратура ол қосымша қабылдау болып саналады. А негізі қабылдау ол жазда болады. Жазда грант көп, жазда бүкіл мамандықтар бар, ал күзде тек қана жазда артылған мамандықтар и қосымша гранттар кейбір мамандықтарға бөлінеді. Болды. Так, күзгі магистратураның нақты қанша грант бөлінгені, қашан шығады, қай жерде шығады. Бұйырса тест-центр, яғни тест-центрдің өзінің инстаграм бар, сол кезде бізге новость ретінде айтады. Типа осындай күзгі магистратура қабылдау ашылды, немесе гранттар нақты тізімдері шықты деген сияқты оның барлығын алдын ала айтатын болады. Бірақ қайталап айтамын, ол примерно 13 ноябрьге таман. Ал оған дейін бүкіл регистрация жасап бітіреді, кейбір студенттер шынымен ренжиді. Мен регистрация жасап қойдым, оказывается мен мамандығымнан грант бөлінбепті, ақшам далаға кететін болды, оны білсем мен жазда тапсырмайтын едім деген сияқты нәрсе айтуы мүмкін. Хорошо? Так что сол нәрсені алдын ала сіздерге ескертіп жатырмын. Так, вот. Дальше мен өзім сұрақтарым пока қоя тұрайын. Күзгі магистратураға қандай мамандықтарға грант қалды еді? Қайталап айтайын, нақты қанша грант қай мамандыққа қалғанын, бөлінетінін 13 ноябрьға дейін шығады. Таман деп айтайыншы, дейін деген андай 1 сентябрь деген сияқты айтуым мүмкін. 13 ноябрьге таман. Ол регистрациясы жасайсыздар, регистрация бітеді, сосын барып шығады ғой былай айтқан кезде. Так что бірінші несі шықсын, нақты қанша бөлінген грант тізімі шықсын, сосын барып бұл айтқан кезде дайындалам дейтін студенттер үшін алтын сырға құлақтарына не істейміз, дайындықты қазірден бастаймыз. Сіздің мамандығыңызға грант бөлінуі мүмкін, бөлмеуі мүмкін, оны уже біз шешпейміз. Хорошо? Ол тест-центр өзі шешеді, алдын ала жариялайды. Так, енді вот осындай қызық сұрақ бар екен. Күзгі магистратура тапсырамын, бұйырса грантқа түсем, немесе платныйға түсем. Оқуды қашаннан бастаймын дейді. Енді қараңыздар, сіздер бұйырса күзгі магистратураға аман-есен өтіп грант жеңіп шықсаңыздар, сіздердің оқуларыңыз қысқы семестр бар ғой. Яғни жазда тапсырған студенттер екінші семестрді бастайын деп жатқан кезде, сіздер бірінші семестрларыңызды сол кезде бастайсыздар. Сол кезде бастайсыздар. Кейін барып жазда не істейсіздер? Жазда бұл айтқан кезде сіздер бірінші семестр оқу керек сабақтарды сол жазда оқып тастайсыздар. То есть жазда ускоренный режиммен оқисыздар.
Так, жазда басқа, қыста басқа мамандыққа тапсыруға бола ма дейді. Осындай сұрақ бар екен. Бұлай жауап берейін. Магистратураға любой мамандыққа тапсыруға болады. Любой. Яғни, сіздің мамандығыңыз бакалаврда оқыған құрылыс болса, сіз тұрып магистратураға кез келген екі шет тілі мұғалімі, тарих мұғалім болып кетсеңіздер болады даже. Соны тапсырып, сол мамандықта грантқа оқып, грант жеңіп, даже сол магистрдің дипломы бойынша жұмыс жасасаңыздар болады. Болады. Яғни, второй высший оқуың қажет жоқ, уже магистрдің дипломымен сіздер как будто екінші мамандықты меңгеріп алған сияқты боласыздар. Ол менің опытымда өткен, так что көп студенттер солай жасаған, сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Хорошо? Яғни магистратураға любой мамандыққа тапсыруға болады. Бір ғана но бар, ол сол тапсырған мамандық пен өзіңіздің бакалаврдағы мамандық арасында разница пәндер болады. Яғни айырмашылық пәндер, солардың ақшасын төлеу керек болады, болды. Ол қанша теңге екен, мен точносын білмеймін. Ол уже әр университетте әр түрлі. Так, қыстағы база, жаздағы базасымен бірдей ма дейді. Енді осы сұраққа мен сіздерге жауап берейін. Жазда қысқы магистратурада келетін тақырыптар бірдей. Ешқандай өзгеріс болмайды. А вот сұрақтары, конечно, новый сұрақтар қосылады. Бірақ тақырыптар ешқашан өзгермейді, сұрақтар ауысуы мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, что, допустим, BMW машинасын айдай алған адам Audi машинасын да айдай алады. Сол үшін сіз бір тақырыпты жақсы білсеңіз, одан қандай сұрақ келсе де, қиын, оңай сұрақ келсе де, оны сіз шеше аласыз, потому что сіз сол тақырыпты жақсы меңгергенсіз. Сол үшін тақырып бойынша дайындаламыз, тақырыптар ешқашан ауыспайды, а вот сұрақтар ауысып тұрады. Хорошо? Так, мына жақта кейбір студенттер мынандай сұрақ қойыпты. Осы магистратурада екі бағыт бар, білесіздер. Ғылыми педагогикалық бағыт және бейінді бағыт. Оның не айырмашылығы бар? Давайте ең бірінші айырмашылығы, ғылыми педагогикалық бағытта бізде 2 жыл оқисыздар. Ал бейінді бағытта 1 немесе 1,5 жыл оқу болады. Бұл бірінші айырмашылығы. Екінші айырмашылығы, дальше докторантура оқимын, қуалаймын десеңіздер, сіздерге ғылыми педагогикалық бағытта оқу керек болады. Яғни именно осы бағытты бітіріп болсаңыздар, дальше докторантура тапсыра аласыздар. А бейінді бағытты бітіргендер докторантура тапсыру қиын. Бұл екінші айырмашылығы. Үшінші айырмашылығы грант санында. Ғылыми педагогикалық бағытта 12300 грант бар. 12300. Ал бейінді бағытта 600-ге жуық грант бар. Ол бір. Екі, 600-ге жуық грант тек қана 15-ге жуық мамандыққа ғана бөлінген. Яғни 150-ге жуық мамандық болса магистратура, соның 15-ге жуық мамандығында 600 грант бейінді бағыт бойынша бөлінген. Ал ғылыми педагогикалық бағыт 12300 грант бүткіл мамандыққа бөлінген. Осындай айырмашылықтар бар. Көзге түсетін болатын кезде айырмашылықтар осы. Так, одан кейін барып, қыста бейінді бағытқа тапсыра аламыз ба дейді. Яғни осы күзгі магистратураға бейінді бағыт бармайды. Енді магистратура жалпы өзі 2 бағыт бар. Ғылыми педагогикалық бағыт және бейінді бағыт. Сол үшін достар айтарым, жазда болсын, күзде болсын, осы 2 бағыттың біреуін сіздер таңдайсыздар. Соған платныйға немесе грантқа, конкурсқа түсесіздер. 2 бағыт ол всегда бар. Жаз болсын, күз болсын, қыс болсын, не болсын деген сияқты разница жоқ. Хорошо? Так. Вроде менің сұрақтарым біткен сияқты. Что-то студенттер өте пассивный сияқты.
Так, что-то прямой эфир алдын пландау керек еді, а то что-то пассивный екен. Так, докторантура дайындамаймыз. Так, достар, күзгі магистратураның грант қанша артылды, қанша грант бөлінеді, оны мен нақты айта алмаймын. Өткені оның нақты саны бұйырса ноябрьдің 13-не таман шығады. 13-не таман шығады. Потому что күзгі магистратура ол негізгі емес, ол қосымша болатыңыз қабылдау болып саналады. И жазда артылған гранттардан күзде тағы бір ойнатып, плюс еще қосымша кейбір мамандықтарға грант бөлінеді. Көп емес, кейбір мамандықтарға. Хорошо? Так что күзде сондай. Ал күзгі магистратура не үшін арналған? Бізде статистика бойынша 60% студент платныйға түсе алмайды. Сол үшін күзгі магистратура платныйға түскісі келетін студенттер үшін ашылған. Көбінесе. Плюс еще артып қалған гранттарды ойнату үшін. Хорошо? Так. Так, мына жақта сұрақ қойған екен, Айдана деген кісі. Мен барлығына ортақ қылып айтайын, сосын барып соған жауап берейін. Жалпы магистратураға грант жеңу үшін не істеу керек? Қалай дайындау керек деген сұрақ қойып жатыр. Магистратураға грант жеңу үшін бізде ОТО, яғни ұлттық тестілеу орталығы алдын ала сіздерге нақты келетін тақырыптар тізімі беріледі. Нақты келеді бұл тақырыптар. Егер келмесе, сіздер полноправно апелляция беріп, мына сұрақтарың келмеді, мына тақырыптарың келмеді, бұл айтқан кезде маған балл қосып беріңдер деп айтсаңыздар болады. Сөйтіп жасауға болады. Яғни магистратураға грант жинау үшін сіздер сол нақты келетін ОТО бекіткен тақырып бойынша дайындау керексіздер. Одан кейін барып сіздер сол дайындаласыздар, жоғары балл жинап болғаннан кейін барып конкурс болады. Конкурста сіздер 3 түрлі университет таңдайсыздар. Сол 3 түрлі университетте дұрыстап тұрып таңдау керек. Бізде кейбір мамандықтарға, қайталап айтам, квота гранттар бөлінеді. Кейбір мамандықтарға. Сол үшін 3 университет таңдайтын кезде сол квота гранттары сіздің мамандығыңызға бөлінсе қай университеттерге соның барлығын ескеріп, ойланып барып жазу керек. Өйткені кейбір студенттер бар, жақсы балл жинап тұрады, бірақ ол грантқа түсе алмайды. Потому что оның мамандығында конкуренция бар. А егер де ойланып, қай мамандықтарға квота бар, соны зерттеп қарап шыққан кезде, ол аз баллмен де грантқа түсу шансы бар еді. Ондай жағдайлар болған. Сол үшін соны ескеру керексіздер. Хорошо? Енді конкуренция 60-қа жуық мамандыққа өте жақсы біздің Қазақстанда. Кәдімгідей оларға грантқа түсу үшін желательно 95 балдан жоғары жинау керексіздер. 60-қа жуық мамандық. Оның ішіне қай мамандықтар келеді? Екі шет тілі мұғалімдері, қазақ тілі әдебиет педагогтарын даярлау, қазақ тілі педагогтарын даярлау. Жалпы математика мамандығын кіргізуге болады. Одан кейін бар химия мамандығын кіргізуге болады, биология мамандығын кіргізуге болады. Одан кейін бар, есіме сразу түскендерін айтып жатырмын, IT мамандығын кіргізуге болады. Одан кейін құқық деген мамандық бар, соған да кіргізуге болады. Өзі осындай мамандықтар 60-қа жуық. Оларға сіздер 95-тен жоғары жинасаңыздар, грантқа түсу шанстарыңыз жоғары. Конкуренция өте мощный деген мамандықтар бар, который 110-нан асырып жинау керек. Ол көбінесе менеджмент,
қайтып алып сол IT кіреді, сосын екі шет тілі мұғалімдері, одан кейін барып жаңа праваны жатқызуға болады, құқықты. Сосын не бар тағы? Есіме түскендер пока что осы. Жалпы осы мамандықтарға 110-нан жинау керек көп. Так что достар, магистратура бұрынғыдай емес. Қазір сіздерге сапалы дайындық жасау керек, чтобы грантқа түсу үшін. Так, нақты бір түрлі сұрақтар қойып жатыр. Жақын арада бір эфир жасаймын. Эфир жасаймын. Так, Нұрахмет химия, биология бакалаврды бітіріп, магистратураға екі шет тіл мұғалімдерді тапсыруға болады. Я, бакалаврды басқа мамандықта оқисыз, магистратураға кез келген өзіңіз мамандығыңызға ұқсамайтын даже мамандыққа тапсыра беруге болады. Потому что магистратураға любой мамандыққа тапсырып, сол мамандыққа грантқа түсуге болады. Ешқандай шектеу жоқ. Ешкім сізден GPA-ңізді сұрамайды, ешкім сізден диплом, бакалавр диплом басқа ғой деп сұрамайды. Қанша балл жинайсыз, сол баллыңыз грант жинуге жеткілікті болса, конкурстан аман-есен өтсеңіз, грант жинай бересіз. Или любой мамандық оқуға болады. Так, осындай есе бар. Так. Достар, жалпы осындай ертең бір презентациямен шығамын эфирге. Алдын ала сұрақтарды алып келіп, дайындап келіп. Сосын бар, бұл жоқ, сұрақтан сұрақ шыға береді. Так, Асқар қызы Амина. Амина бейтінші? Қазір маған дирекке жаза аласыз ба? Дирекке жазсаңыз, сіздің доступыңыз бар болса, то есть жарамды болса, біз сізге доступты қайта ашып береміз. Потому что біз осы жылы, сразу көрсетейін, барлығына ортақ болсын. Біз курсымызды, платформамызды полностью от и до жаңарттық. Қазір бізде, бұл айтқан кезде, жаңа курстар шыққан. Біз барлық мамандық бойынша дайындаймыз. Бізде жаңа, бұл айтқан кезде, сабақтарымыз шықты. Мысалы, мынау сабақ профориентация магистратураға дұрыс қадам деген сабақ болмаған осы уақытқа дейін. Осы сабақ бар, осы жерде сіз от и до мына жақта эфирде қойып жатсыздар, сұрақтардың барлығына жауап аласыздар. Мысалы, регистрация қалай жасаймыз, конкурс туралы IELTS сертификаты керек па, JRE, GMAT сертификаттары керек па деген сияқты сұрақтардың барлығына жауап береміз. Одан кейін бір бізде тренажер деген вкладка ашылды. Тренажерда сіздер өздерінің әркім өз мамандығына кіріп, бізде тест тапсыра алады. Мысалы, міне оқуым, ағылшын тыңдауым деген сияқты әркім өз мамандығын жазып, мына жаққа сол бойынша емтихан тапсыра алады. Одан кейін бар бейінді пәндерден бізде жаңадан мамандықтар қосылды. Мына жақта ТГО-дан 30 нұсқа деген қосылды. Ағылшыннан 30 нұсқа деген қосылды. Ағылшын тілі курсы, ТГО курсы. Жалпы айтқан кезде бізде курсымызда осы биыл жаңартулар жүргізілді. Енді біз платформаның доступқа кейбір студенттерге уақытша жаба тұрдық, өзіміздің студенттерімізге. Егер де Амина сіз бізге дирекке жазсаңыз, номеріңізді тауып, сіздің доступыңыз ашық болса, біз сізге қайтадан ашамыз. Хорошо? Так, курс бағасы қанша дейді? Так, Ерке Батырхан, курс бағасы бізде тарифке байланысты. Сіз комментарийға любой постың астына плюс қалдырсаңыз, сізге менеджерге сілтеме шығады. Сол сілтемеге кіріп, менеджермен толық консультация алсаңыздар болады. Немесе профильде сілтеме қалдырып кеттік, тоже сол жаққа жазсаңыздар болады. Хорошо?
М005 деген бізде дене шынықтыру деген мамандық. Дене шынықтыру мамандығының спецпәндері бірінші ол педагогика, екінші дене шынықтыру оқытудың әдістемесі деген сияқты пән. Қазір нақты айта алмай жатырмын, бірақ есімде қалған осы. Хорошо? Дене шынықтырудың оқыту әдістемесі деген сияқты ма? Сондай бір нәрсесі бар. Так, достар, бітейік. Соңғы сұрақ. Сұрақтарыңыз болса, соңғы сұраққа жауап беріп кетейік. Кейбіреудің сұрақтарын может елеусіз қалдырып кеткен шығармын. Одан кейін барып келесі апта әр средаға осы эфирді қойғым келіп жатыр. Оған уже алдын ала сұрақтармен келіп дайындауым келіп жатыр. Бүгін просто студенттер қаншалықты активный, қандай сұрақтар қояды екен дегенді біліп алу үшін. Бүгін біліп алдым. Келесіде уже нақты тақырыптар бойынша эфир жасағым келіп тұр. 1 минут берейін, сұрақтар болса болды, болмаса эфирді аяқтаймыз. Қаршы. Болды, келесі эфирде